Сәлеметсіз бе? Мен Сартов деген Құттықжауы. Пәннің аты салық және салық салу. Курстың мақсаты салықтар теориясы және салық салу жүйесі құрылым теориялық аспектілерін және елдегі салықтық реформалардың негізгі тұжырымдарын оқып үйрену. Нақты салық түрлері бойынша тәжірибелі есептеулерді қолдана білу, түрлі салықтарды әсер ету құралдарымен танысу, салықтың заңдылықтарын оқып үйрену. Курстың негізгі міндеті салық міндеттемелерінің орындалуына толық және уақытылы заңдардың орындалуына, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнамаларының және әлеуметтік аударымдардың толық және уақытылы аударылуына салық тексеру формаларын қолдану және оқып үйрену. Пәннің пререквизиттері экономикалық теория, қаржы, корпоративтік қаржы, постреквизиттері бухгалтерлік есеп және аудит, салықтық бақылау, салықтық жоспарлау, қаржы менеджменті. Пән бойынша оқуды аяқтаған студенттің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар. Пәнді оқу нәтижелері бойынша студенттер мынаны білуі керек. Салықтардың әлеуметтік экономикалық сипаты, салықтардың пайда болуы мен табиғаты туралы қаржылық ой эволюциясы, салық салудың классикалық принциптері және оларды қазіргі заманға түсіндіру, салықтар мен алымдардың құқықтық құрамының элементтері, салық салу тәсілдері мен әдістері, салық қатынастарына қатысушылардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершіліктері, салықтық бақылауды ұйымдастыру, салықтық бақылау органдарының құрылымы мен құзыреті. Пәнді оқу нәтижесінде студент мынаны істей білуі керек. Салық салу элементтерін бөлектеу, салықтық төлемдер мен алымдар бойынша статистиканы талдау, бағалау және қорытындылау, ұйымдар мен жеке тұлғаларға салық салу проблемаларын талдау, салық салу саласындағы тиімді басқару шешімдерін табуға және қабылдауға, салық жүктемесін есептеу әдістері мен ұйымдарға салық салуды оңтайландыру және мәселелерді шешу әдістері. Әдебиеттер тізімі біздің кітапханада бар кітаптар Умбеталиев, Керімбек, салық және салық салу, Қалымбекова, салық және салық салу, салық және бюджетке төленген басқа да міндетті төлемдер туралы, Нұрымов, Шойынбаева, салық және салық салу, және ең бірінші ол салық кодексі. Осындай әдебиеттерді қолданып сабақтарды оқисыңдар. Енді дәрістер жоспары. Бірінші тақырып. Аты салықтардың экономикалық мәні, салықтар мен салық салуды құрудың негіздері. Бұл тақырыптың мақсаты салықтың экономикалық мәні және мазмұнын
ашып, салық салуды қалыптастырудың негізін қарастыру. Тақырып бойынша негізгі түсініктер: салық, салық салу, салық функциялары, салық белгілері, салық салу принциптері, салық салу әдістері, салық салу элементтері, объектісі, субъектісі, базасы, ставкасы, заты, кезеңі, мерзімі, жеңілдігі, бірлігі. Сұрақтар тақырып бойынша: бірінші сұрақ — салық экономикалық мәні мен мазмұны. Екінші — салықтың сипатты белгілері мен функциялары. Үшінші — салық салу түсінігі, принциптері мен әдістері мен элементтері. Үшінші тақырып — салық саясаты, типтері, мақсаттары және міндеттері. Бұл тақырыптың мақсаты салық саясатының қаржы және фискалдық саясаттың құрамдас бөлігі ретіндегі мәнін ашып, салық саясатының түсінігін, типтерін және елдің әлеуметтік экономикалық дамуындағы алатын орнын көрсету. Негізгі түсініктер: фискалдық саясат, қаржылық саясат, салық саясаты, дискрециялық емес фискалдық саясат, орта мерзімді әлеуметтік экономикалық жоспар, орта мерзімді фискалдық саясат. Қарастыратын сұрақтар: бірінші, салық саясаты қаржылық және фискалдық саясаттың құрамдас бөлігі ретінде. Екінші, салық саясатының түсінігі мен типтері. Төртінші тақырып: салық механизмі, мазмұны, құрылымы және элементтеріне сипаттама. Тақырыптың мақсаты: салық саясатын жүзеге асырудағы салық механизмінің рөлін ашып, салық механизмінің құрамдас элементтерінің қызмет ету ерекшеліктерін көрсету. Негізгі түсініктер: салық механизмі, салықтық болжау, салықтық реттеу, салықтық бақылау. Сұрақтар: бірінші, салық механизмі түсінігінің мәні. Екінші, салық механизмінің құрылымы. Бесінші тақырып: заңды және жеке тұлғалардың мүлік салығы. Мақсаты: мүлік салығының мәнін ашып, жеке және заңды тұлғалардың мүліктеріне салық салу ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: негізгі құралдар, материалды активтер, мүліктің орташа жылдық қалдық құны. Сұрақтар: бірінші, мүлік салынатын экономикалық мәні. Екінші, заңды тұлғалардың салықты төлеу ерекшелігі. Үшінші, жеке тұлғалардың салықты төлеу тәртібі. Алтыншы тақырып: көлік құралдарына салынатын салық. Тақырыптың мақсаты: көлік құралдарына салық салудың мәнін ашып, салық кодексімен белгіленген салық салудың ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: жүк, көтергіштік, отыратын орын саны, двигатель қуаттылығы, двигательдің қуаттылығы, ат күші. Сұрақтар: бірінші, көлік құралына
салықтың экономикалық мәні мен оны құру негізі, екінші салық төлеушілер мен салық объектісі, үшінші түзету коэффициентінің қолдану тәртібі. Төртінші сұрақ, заңды және жеке тұлғалардың көлік құралдарына салықты есептеу мен оны төлеу тәртіптері. Жетінші тақырып, жер салығы. Мақсаты: жерге салық салудың мәнін ашып, салық кодексімен белгіленген жер санаттарына салық салудың ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: жер санаты, бонитет балы, кадастр жер учаскесі, ағымдық төлемдер есебі, салық декларациясы. Қарастыратын сұрақтар: жер салығының экономикалық мазмұны мен салық салу принциптері, жер салығын құру негізі, әртүрлі шаруашылық субъектілерімен халықтың жер салығын төлеу ерекшеліктері. Сегізінші тақырып, қосылған құнға салынатын салық. Мақсаты: қосылған құнға салық салудың мәнін ашып, салық салынатын айналым және салық салынатын импорт бойынша салық кодексімен белгіленген салық салудың ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: қосылған құн салық салынатын айналым, салық салынатын импорт, шот-фактура, қосылған құн салығы бойынша есепке қою, нөлдік ставка. Тоғызыншы тақырып, акциздер. Мақсаты: акциз салынатын салудың мәнін ашып, салық кодексімен белгіленген салық салудың ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: адвалорлық акциз ставкалары, акцизделетін товарлар, акцизделінетін қызмет, акциздік марка, тұрлаулы акциз. Сұрақтар: бірінші, салық төлеушілер мен салық объектісі, салық базасы және оған қолданылатын ставкалар, салықты есептеу мен төлеу тәртібі. 10-шы тақырып, газ конденсатын қоса алғанда экспортталатын шикі мұнайға салынатын ренталық салық. Мақсаты: газ конденсатын қоса алғанда экспортталатын шикі мұнайға салынатын ренталық салық мәнін ашып, салық кодексімен белгіленген салық салудың ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: газ конденсаты, шикі мұнай, ренталық салық, баррель. Сұрақтары: бірінші сұрақ, салық төлеушілер объектісі және базасы, салықты есептеу мен төлеу тәртібі. 11-ші тақырып, корпоративтік табыс салығы. Мақсаты: акциз салынатын салудың мәнін ашып, салық кодексімен белгіленген салық салудың ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: адвалорлық акциз ставкалары, акцизделетін товарлар, акцизделетін қызмет, акциздік марка, тұрлаулы акциз. Сұрақтары: салық төлеушілер мен салық объектісі, салық базасы және оған қолданылатын ставкалар, салықты есептеу мен төлеу тәртібі.
12-ші тақырып. Қазақстан салық жүйесіндегі салықтық преференция. Мақсаты: елімізде қолданылатын корпоративтік табыс салығы, жер салығы және мүлік салығы бойынша заңды тұлғаларға салықтық преференцияларды берудің мәні мен тәртібін түсіндіру. Негізгі түсініктер: салық, преференция, инвестиция, инвестициялық жоба, тіркелген активтер, преференцияны қолдану мерзімі. 13-ші тақырып: жеке табыс салығы. Мақсаты: жеке табыс салығының мәнін, салық объектісі мен субъектілерін, салық салудың ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: төлем көзінен салық салынатын табыс, төлем көзінен салық салынбайтын табыс, мүліктік салық. Сұрақтар: салық төлеушілер мен салық объектісі және салық ставкасы, салықты есептеу мен төлеу тәртібі. 14-ші тақырып: әлеуметтік салық. Әлеуметтік қамтамасыз ету және қорғау мақсатындағы әлеуметтік салықтың мәнін ашып, салық кодексі мен белгіленген салық салудың ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: әлеуметтік қамтамасыз ету, әлеуметтік қорғау, еңбекке ақы төлеу қоры, қызметкерлер саны. Сұрақтар: әлеуметтік салықтың мәні, салықты сомасын есептеу мен төлеу тәртібі. 15-ші тақырып: жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу. Мақсаты: жер қойнауын пайдаланушылар төлейтін салықтар мен міндетті төлемдердің мәнін ашып, салық кодексі мен анықталған ерекшеліктерін қарастыру. Негізгі түсініктер: үстеме пайда салығы, бонустар, қол қойылатын және коммерциялық табу бонустар, бонус, роялти. Қарастыратын сұрақтар: жер қойнауын пайдаланушыларға салық салудың мәні, үстеме пайда салығы, бонустар, роялти, өнімді бөлу туралы келісім шарт аясында жүзеге асырылатын қызметке салық салу ерекшеліктері. Осы тақырыптар бойынша практикалық сабақтар жоспары құрылады. 15 сағат практикалық сабақтары болады. Әр сабақ бір академиялық сағат болып өтеді. Сонымен бірге студенттік оқытушымен өзіндік жұмысы 15 сағат жоспарланған. Әр сабақ осы айтылған тақырыптар бойынша өзінің сұрақтары белгіленген. Әр сабақтан студенттік өзіндік жұмыстары 15 тақырып бойынша, әр тақырыпқа 5 сағат жоспарланған. Семестр бойынша аралық бақылауға арналған сұрақтар дайын. Осы пәннің оқу әдістемелік кешенінен электронды түрде сіздерде болады. Сұрақтарды дайындап жауап бересіздер. Және экзаменге, емтиханға
шығарылатын сұрақтар берілген. Рахмет.